Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, осылай былпылдап тұратын жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Барлығы бір жегеннен ғашық болатын пирог. Өте оңай жасалынады. Үйде бар заттармен сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет. Осылай құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, содан соң құмшекерімізді салатын боламыз. Барлығы жылы, бөлме температурасында болу қажет. Сонда жақсы көтерілетін болады пирогымыз. Енді жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз бірнеше есе көбейіп, құмшекеріміз толықтай еруі қажет. Осылай ең азынан көбіне дейін миксерлеп аласыздар. Содан соң айран қосатын боламыз. Айранда жылы болу қажет. Кез келген айран қолдана бересіздер. Содан соң ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнды мөлшерден көп қоспаңыздар. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді разрыхитель және де ванилинімізді салатын боламыз. Ванилин салы өз еркілеріңізде. Енді миксермен толықтай араластырып шығатын боламыз. Ұнымыз жақсылап араласуы қажет. Ең соңында енді күнбағыс майын құятын боламыз. Тағы да барлығын толықтай араластырып, миксерлеп алатын боламыз. Майымыз толықтай араласып, өте әдемі тесто шығуы қажет. Жақсылап миксерлеп алдық. Бізде осындай қою, өте әдемі болып шықты. Пешімізді алдын ала қыздырып, енді противенге немесе басқа ыдысқа салсаңыздар болады. Ыдысқа салып, барлығын толықтай тегістеп шығатын боламыз. Біздің пирогымыз осылай көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Пешті ашудың қажеті жоқ. Пирогымыз осылай өте әдемі болып шықты. Көтеріліп, жұмсақ, дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген рецепттер шығаратын боламын. Баршаңызға ас болсын.